жүрек әңгімелері каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Әкесі отыр түрмеде, шешесі оның түн кезбе. Бір танысым 3 жастағы сүп-сүйкімді баланың күтушісі. Алайда оның қызметі өзгелерден өзгерек. Ол күндіз емес, баланың түн ұйқысының тыныштығын күзетеді. Ал анасының қызметі түнде қызады. Жансу жетіскеннен жезөкше болып жүрген жоқ. Амалы құрыған, әлсіз әйелдің бұл лажсыз әрекеті, дейді танысым. Жансудың 7 жасында әкесі мен шешесі ажырасып, шынашақтай қыз әкесінің қолында қалады. Жалғыздыққа шыдамаған әкесі ішкілікке салынып, жоқшылықтың тауқыметін тартады. Оқуға да мұршасы келмеген бойжеткен 19 жасында тұрмысқа шығуды жөн көріп, бір жігіттің етегінен ұстайды. Алайда қырсық бір айналдырса, шыр айналдырмай ма? Дегенде маңдайынан сипаған тағдыр Жансуды тағы сынға салады. Күйеуі кездейсоқ төбелеске қатысып, 20 жыл бас бостандығынан айырылады. Қайын жұрты қайғы сенімен қатар келді деп келінді қуып шығады. Тағдырының бойжеткенге деген тосын сыйы түнімен таусылмаған екен. Далада қалғанда жүкті екенін біледі. Бір басына 1000 тауқымет артқан тағдырынан алып, өз-өзіне қол жұмсамақта болады. Бірақ құрсағындағы шарананың жанын қимай, сүйенер сүйеуінің жоқтығына қарамастан босануға белін бекем буады. Жесір, үріп ауызға салғандай сұлу қызға көз сүзетіндер қатары көбейеді. Қаржыдан қысылған ол есті түрде харам жолмен табыс табуға кіріседі. Алайда көшеге шығып көрінгеннің балағына жармаспайды, арнайы шақырыстарға шығып жүреді. Бірнеше айға қажетті қаржыны жинап, босанып та алады. Сақтаған ақшасы сарқылғанда кәнігі кәсібіне қайта кіріседі. Бүгінде Жансу ауқатты адамның қуыршағы. Жеке үймен қамтыған ол адамның да талабы бар. Тек өзіне ғана қызмет етуді шарт еткен. Алайда ауру қалса да әдет қалмайды деген. Өзіне қанша серт берсе де түнгі кезекшілігіне шығып кете береді. Бірақ ол ана екенін ешқашан ұмытқан емес. Баласы дегенде бәріне даяр. Әу баста ақ баласы үшін тірі өлікке айналып, күн кешерін білген, өзі ішер ас, киер киімге жарамағандықтан баласын барынша қамтуға тырысады. Қамтамасыз етіп те жүр. Тек ертеңгі күні ананың амалсыз жасаған құрбандығын балақай түсінер мекен? Бірақ жасырын несіне жан жарасын, аздап рас басында арланасың. Етің өліп кеткен соң ит тірлікке икемделіп ас ішіп жан